жедел ақпарат тарады. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарлашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазгидромет ауа райына байланысты маңызды ескерту жасады. Қазгидромет РМК 8 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Бірқатар облыста тұман түсіп үсік жүреді. Синоптиктер күн райының бұзылуына орай 13 өңірде ескерту жариялады деп хабарлайды Түркістан КЗ. Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Астанада 8 қазанда түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі. Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман болады деп күтіледі. Облыстың солтүстік шығысында, таулы аудандарының солтүстік шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр/секундты құрайды. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде таулы аудандарында сынап бағаны 1-3 градус суып кетеді. Үсік жүреді деп болжанады. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.